кандай орундарда туу элтаманы коюуга болбойт? Енді жалпы мана айттық қой, барлық мекемелерге болады, Қазақстан Республикасының тұрғын үй жайларға да қолдануға болады. Жер үй болса, сол 3 метрден төмен емес биіктікте орналасқан жөн деп айтамыз. Не болмаса 45 градуста уклонно бітіп қисайтып орналастыруға мүмкіндік қарастырылған. Көп қабатты үйлер балконға орналастырылады да, оны тесіп, шегемен қағып емес, арнайы өзінің әдепті түрде жабыстырылатын нелері бар да, клеймен, двухсторонний самоклеющий деген сияқты нәрсемен жабыстырылады. Енді мемлекет туды біз көбіне тыйым салмаймыз. Максималды тұрғыда барлық жерге қолдануға рұқсат береміз. Тек ішімдік ішетін жерлерге, түнгі клубтарда жаңағыдай бір дөрекілік жерлер болады, біздің қоғамға жат келмейтін лас орындарда, анайы жерлерде, анайы киімдерде, ішкі киім деген сияқты лас орындарда мемлекет туды біз орналасуға рұқсат бермейміз. Өздеріңізге бір айта өткен, бір Батыс Қазақстан облысында барбершоп магазинінде шаш таразында мемлекет туды іліп қойған. Бір азамат бізге жазған болатын, шаш таразға туды іліп қойған, шара қолдануды сұраймын деп. Былай қарасан, ол жерде ешқандай заң бұзушылық жоқ. Әдемі қылып туды іліп қойған. Жоғары биікте тұр. Жоғары биікте тұр, шашын қиып жатыр. Ол да өзінің мемлекет рәмізге деген құрметі.